Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге мен, Мейірбек Жоламан. Бүгін біз 6-шы тақырыбымызды бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз 1 миллионға дейін мыңдықтармен санау. Бірінші есеп А нұсқасы. Әр қораптан бір-бірден жүздікті, ондықты және бірлікті таңдап алып, 3 таңбалы 6 сан құрастыр. Мысалы, біздер жүздіктер берілген, жүздіктерде қызыл алмалар берілген, ондықтарда жасыл алмалар берілген, ал бірліктерде сары алмалар берілген. Біздер осылай әр қайсысынан бір-бір алмадан таңдау арқылы 3 таңбалы санды құрастыруымыз керек. Мысалы, қараңыздар, мен 6 сан құрастырдым. Енді оны қалай құрастырғаным туралы айтайын. Қараңыздар, мысалы біздер жүздіктерден 9 жүздікті аламыз, одан кейін ондықтардан 1 ондықты аламыз, ал бірліктерден 8 бірлікті аламыз. Сол кезде бізде 918 саны шықты. Келесі 7 жүздікті алсақ, одан кейін 5 ондықты және 2 бірлікті алсақ, бізде 752 саны шығады. 866 саны шығу үшін біздер 8 жүздікті, 6 ондықты және 6 бірлікті аламыз. 659 саны. 659 саны шығу үшін біздер 6 жүздікті, 5 ондықты және 9 бірлікті аламыз. 173 саны. 173 саны шығу үшін біздер 1 жүздікті, 7 ондықты және 3 бірлікті аламыз. Одан кейін 298 саны берілген. Бұл бізде қалай құрастырылды? Ол үшін біздер 2 жүздікті, 9 ондықты және 8 бірлікті алдық. Осылай сіз де басқа алмаларды таңдау арқылы өзіңіздің 3 таңбалы саныңызды құрастыра аласыз. А нұсқасы. Жазылған сандарда барлығы қанша жүздік, ондық, бірлік барын ата дейді. Мысалы, 918 санында 9 жүздік, 1 ондық, 8 бірлік бар. Келесі, 752 санында 7 жүздік, 5 ондық және 2 бірлік бар. 866 санында 8 жүздік, 6 ондық және 6 бірлік бар. 659 санында 6 жүздік, 5 ондық және 9 бірлік бар. 173 санында 1 жүздік, 7 ондық және 3 бірлік бар. 298 санында 2 жүздік, 9 ондық және 8 бірлік бар. Екінші есеп. Кестеде жазылған сандарды оқы. Ондағы әр санның разрядты қосылғыштарын ата. Мысалы қарайық. Бізде 5 жүздік, 0 ондық, 6 бірлік берілген. Демек, бұл бізде 506 саны. Мінекей жазып қойдым. Келесі бізде 4 ондық, 1 бірлік берілген. Ол бізде 41 саны. 41 деп жазамыз. Одан кейін 7 жүздік, 2 ондық, 0 бірлік берілген. Демек, бұл 720 саны. Және соңғысы 9 жүздік, 9 ондық және 9 бірлік берілген. Демек, бұл бізде 999 саны. Енді әр қайсысын біздер ондағы әр санның разрядты қосылғыштарын ата деп айтқандықтан біз оны жазайық. Мысалы, 506 саны ол 5 жүздік пен 6 бірліктің қосындысы. Келесі 41 саны ол 4 ондық пен 1 бірліктің қосындысы. 720 саны ол 7 жүздік пен 2 ондықтың қосындысы. Ал 999 саны ол 9 жүздіктен, 9 ондықтан және 9 бірліктен тұрады. Біздер осылай әртүрлі қылып айтуымызға болады. Үшінші есеп. Мәтінді оқы. Онда қандай сандар бар? Қандай сандармен таныссын? Ал қайсы саған таныс емес? Мәтінді оқиық. Қазақстанның өсімдіктер әлемінде ағаштың 68 түрі, бұталы өсімдіктердің 266 түрі, көп жылдық өсімдіктің 2000-нан астам түрі және 1 жылдық өсімдіктің 849 түрі бар деп есептеледі. Біздер осы мәтінде кездесетін сандарды жазайық. Олар 68 саны мінекей жаздық. Одан кейін 266 саны берілген, 2000 саны берілген және 849 саны берілген. Өте көп заттарды мыңдықтармен санайды. Мыңдық жаңа санау бірлігі. Мыңдықтармен де бірліктер сияқты санайды. 10 бірлік мың, 1 ондық мың, тең болады 10 мыңға. 10 ондық мың, 1 жүздік мың. Бұл бізде 100 мыңға тең. Одан кейін 10 жүздік мың, 1 мыңдық мың, тең болады 1 миллионға. Мыңдықтар, 10 мыңдықтар және 100 мыңдықтар екінші класты немесе мыңдықтар класын құрайды. Төртінші есеп. Сандарды оқып, олардың моделін тап. Мысалы, бізде 124 мың саны берілген. Бұл бізде мыңдықтар класы бойынша бізде 1 жүздік берілген, қараңыздар. Одан кейін 2 ондық берілген және 4 бірлік берілген. Келесі 42 мың санының біздер моделін таптық. Бұл бізде 42 мың санында мыңдықтар класы бойынша ода 4 ондық бар және 2 бірлік бар, қараңыздар, санайтын болсақ. 342 мың саны берілген. Бұл жерде мыңдықтар класы бойынша оның 3 жүздігі бар, 4 ондығы бар және 2 бірлігі бар.
24.000 саны берілген. Бұл 24.000 санында мыңдықтар классы бойынша 2 ондығы бар және 4 бірлігі бар. Көп таңбалы сандарды солдан оңға қарай класстар атауымен оқиды. Біздер оларды солдан оңға қарай оқимыз. Сол жағы мінекей, соны оң жағы солай. Солдан бастап оңға қарай оқимыз. Бірліктер классы мен барлық цифры 0 болған классын атауы айтылмайды. Мысалы, қараңыздар, 4000, 25000 бірінші сан түрінде, екіншісі сөз түрінде жазылған. Көп таңбалы сандарды дұрыс оқу үшін оларды 3 разрядтан класстарға бөліп алады. Ол үшін оң жағынан 3 цифрдан бөліп алады. Мысалы, 656.000. Бұл бірліктер классының атауы айтылмайды. Бесінші есеп. Бір таңбалы санын оң жағына 0-ді жаз. 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 жазуымызға болады. Қандай сандар пайда болды дейді. Мысалы, қараңыздар, мен деген бір таңбалы саннан 9 санын алдым. Тек қана 9 сан емес, мысалы, 6-ны алуға 5, мысалы, 4, 3 сандарын алуға болады. Мен мысалы 9 санын таңдадым. Одан кейін оған 2-ні жалғайтын болсам, ол бізде 900 болады. Келесі 9-ға 3-ні жалғайтын болсам, ол 9000 болады. Одан кейін 9-ға 4-ні жалғайтын болсам, ол бізде 90.000 болады. Ал 9-ға 5-ні жалғайтын болса, ол бізде 900.000-ға тең болады. Алтыншы есеп. Сандарды оқы. Біздер осы жерде қандай сандар берілгенін оқиық. Мысалы, бізде қараңыздар, 6000 саны берілген мінекей. Келесі 56.000 саны берілген. Одан кейін 456.000 саны берілген және қараңыздар, 6-0 бар сан, ол бізде 1 миллион. 1 миллион саны берілген. Миллион бұл мыңдық. Ол бір саны және 6-0-мен жазылады. Қараңыздар, 1 миллионның жазылуы осылай. Миллион миллиондар классының бірлігі. Миллион жаңа санау бірлігі. Көп таңбалы сандарды жоғары разрядтан бастап салыстырады. Мысалы, қараңыздар, бізде 15.000 саны берілген және 9.000 саны берілген. 15.000 саны ол 5 таңбалы сан, ал 9.000 саны ол 4 таңбалы сан. Бізде 5 таңбалы сан үлкен болады. Келесі 33.000 және 101.000. 33.000 саны бұл бізде 5 таңбалы сан, ал 101.000 саны ол бізде 6 таңбалы сан. Сондықтан 6 таңбалы сан үлкен болады. Келесі 650.000 және 65.000. 650.000 ол 6 таңбалы сан, ал 65.000 ол 5 таңбалы сан. 6 таңбалы сан, яғни 650.000 саны үлкен болады. Жетінші есеп. Үлгі бойынша сандар моделін дайында. Бізде үлгі берілген, мысалы, 431.000 санының моделі берілген. Қараңыздар, 431.000 санында 4 мыңдықтар классы бойынша 4 жүздік берілген. Одан кейін 3 ондық және 1 бірлігі бар. Енді бізде бірінші сан ол бізде 35.000 саны. Осы 35.000 санның моделін жазайық. 35.000 санында мыңдықтар классы бойынша 3 ондық бар және 5 бірлік бар. Қараңыздар, 3 ондық және 5 бірлік бар. Келесі 205.000 санын қарайық. Бұл жерде мыңдықтар классы бойынша мінекей 2 жүздігі бар, 0 ондығы бар және 5 бірлігі бар. Келесі 5000 саны. 5000 санында тек қана мыңдықтар классы бойынша 5 бірлігі бар. Бұл бізде 5000 саны. 5000 саны моделін көрсеттік. Соңғы бізде 235.000 саны. Мыңдықтар классы бойынша 2 жүздігі бар, 3 ондығы бар және 5 бірлігі бар. 8-ші есеп. Арифметикалық амалдардың тиістісін қой. Қосу немесе азайту амалын қоямыз. Бізге мысалы бірінші 100 саны шығу керек. 100 шығу үшін біздер қандай таңбаларды қоямыз? Ойлайық. 380-нен 120-ны азайтқан кезде 260 болады. 260-тан 160-ты азайтқанда ол 100-ге тең болады. Келесі, қалай 340 шығады? Ол үшін 380-ге 120-ны қосқан кезде 500 болады. 500-ден 160 азайтқанда ол 340-қа тең болады. Одан кейін біз енді 420 саны шығу керек. Ол үшін 380-нен 120-ны азайтамыз. Ол бізде 260 болады. 260-қа 160-ты қосқанда ол 420-ға тең болады. Енді бізде 660 саны шығу керек. Ол үшін 380-ге 120-ны қосқанда 500 болады. 500-ге 160-ты қосқанда ол 660-қа тең болады. 9-ші есеп. Есепті шығар. Қазақстанның қызыл кітабында өсімдіктің 370 түрі тіркелген, ал саңырауқұлақтың бұдан 360 түрі кем. Сонда қызыл кітапқа барлығы қанша өсімдік пен саңырауқұлақтың түрлері тіркелген? Қызыл кітапқа тағы не енген анықта? Қараңыздар, бізде өсімдік 370 деп жазылған, 370 деп жаздық. Келесі, саңырауқұлақ бізде белгісіз, сондықтан сұрақ белгісін қойдық, бірақ бұл бізде ол 360-қа кем деп жаздық. Саңырауқұлақтар өсімдікке қарағанда кем болғандықтан біздер соған байланысты бағыттауыш қойдық, яғни стрелка қойдық. Енді одан бөлек бізге барлығын сұрап жатыр. Бізге бірінші саңырауқұлақты таба алу керек бірінші бізге. Содан кейін барып, оны тапқаннан кейін
өсімдік пен санарлықты қосамыз. Бізге барлығын табу керек. Енді шешуі, алдымен санарлықты табу үшін кем дегендіктен біз азайтамыз. 370-тен 360 азайтқан кезде 10-ға тең болады. Ал барлығын табу үшін өсімдік бізде 370, ал санарлық бізде 10. Сондықтан да 370 пен 10-ды қосқан кезде бізде 380 шығады. Жауабы, қызыл кітапқа барлығы 380 өсімдік пен санарлықтың түрлері тіркелген. Осымен, құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыз бойынша барлық есепті шығардық. Сізбен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.